Саламатсыңдар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Астана келбеті, ұлт келбеті. Оқу мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу. Неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Бұрынғы Ақмола қаласын Астана қаласы деп атау туралы шешімнің де орынды болғандығы сөзсіз. Әдемі естіледі, әлемнің барша халықтарының тілдерінде оңай айтылады. Сондықтан болар Астана дүние жүзіне тез танылды. Астанаға 1999 жылы ЮНЕСКО шешімі бойынша бейбітшілік қаласы деген атау берілді. Арнайы медальмен марапатталды. Қазіргі уақытта қалада көптеген заманауи сәулетті құрылыс жобалары іске асырылып жатыр. Қала күннен күнге көркейіп, өз келбетін көз алдымызда өзгертуде. Астана бәйтерек, Отан ана, Қазақ елі монументтері, Хан Шатыр, Думан, сауда және ойын-сауық орталықтары, алаңдар мен көшелердегі декоративті мүсіндер, салтанатты Ақорда сәулеті келіскен сол жағалау, келбеті өзгеше бейбітшілік пен келісім сарайысында ғажайыптары бар сұлу шаһар Астананың көркіне көзің тоймайды. Қалада әр жыл сайын түрлі халықаралық форумдар, көрмелер, конференциялар, музыкалық шаралар және фестивальдар өтеді. Ұлттық реңдегі көрнекті орындар мен монументтер, ерекше сәулетті ғимараттар, мәдениет және ойын-сауық орталықтары, мұражайлар, театрлар мен галереялар, сауда орталықтары, жасыл желекке оранған аллеялар, түрлі халықтардың ұлттық дәмханалары, осының барлығын әлемнің ең жас қаласы Астанадан көруге болады. Оқушылар бейнероликті тамашалап болсақ, келесі тапсырманы орындаймыз. Төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: неліктен Астана бейбітшілік қаласы деп танылды? Екінші сұрақ: қалада түрлі іс-шаралардың өтуінің себебі неде? Үшінші сұрақ: ұлттық реңдегі көрнекті орындар дегенді қалай түсінесіңдер? Келесі ақпаратты есте сақтаңыз. Неологизмдер қоғамдағы саяси, мәдени, экономикалық қатынастардың, ғылым мен техниканың дамуына байланысты тілге енген жаңа сөздер мен сөз тіркестері, фразеологиялық құралымдар. Олар тілге алғаш енген кезде жаңа сөздер болады да, уақыт өте келе жалпы қолданыстағы көп сөздің біріне айналады. Мысалы, зымыран, ұжым, елтаңба, мәзір, тұғыртас, ермексаз, тағы басқа. Бұл сөздер бір уақыттары қазақ тіліне жаңа сөз болып енді, қазіргі таңда бұл қолданыстағы активті сөздердің қатарында жүр. Қазіргі таңда да тілімізге көптеген жаңа сөздер еніп жатыр, оның бір қатары қолданысқа еніп те үлгерді. Ендеше төмендегі тапсырманы орындайық. Берілген кестедегі неологизмдер қазіргі таңда қолданыста ма? Иә болса, иә деген нұсқаның тұсына плюс қоямыз, жоқ болса, жоқ деген нұсқаның тұсына плюс қоямыз. Жемқорлық, әмбебап, меңгерлік, әйгіленіс, ауани, жанұя, аялдама. Бұл сөздер қазіргі таңда қолданыста бар ма, әлде жоқ па? Ойланыңыздар. Оқушылар, ендеше оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Берілген неологизм сөздерді пайдаланып, Астана қаласы туралы 6-7 сөйлем жазыңыздар. Елорда, зияткер, өркениет, инфрақұрылым, пайыз, мұхитбақ, кешен, нысан, саябақ.